Сәлем, достар, қалайсыздар? Бүгін бізде тағы да мынандай заттар келді. Бүгін бізде распаковка. Ал достар, біз қазір Батыр бар, Аяла бар, мен бар. Привет деп жатыр. Үшеуміз қазір распаковка жасайтын боламыз. Ал сіздер болсаңыздар, ішінде қандай қызықты зат болды, сіздерге ұнады ма біздің распаковка, жаза кетіңіздер, я? Сосын бізге не істеу керек, қызым? Тіркелуді керек. Тіркелуді бас керек. Вот, тіркелуді басыңыздар. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір лайктарыңыз, комментарияларыңыз біз үшін маңызды, оқимыз және де жауап жазатын боламыз. Ал ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Ал достар, кеттік. Біз мынаны жаңа видеомыз қосылмай қалды. Мынаны тесіп үлгердік біз, я? Ал Батыр, Батырға қызық болып тұр бірінші. Ал Аяла, не бар деп ойлайсың бірінші? Аштың ғой, тоқта. Міне достар, бірінші мынандай шықты. Мынау кімге деп ойлайсың? Батырға. Батыр, мә, ұста өзің затыңды. Саған келді ғой? Аха, аша бер ары қарай. Так, мынау не? Қайсы? Мынау не екен достар? Маған. Аш жандағыны. Андағы саған ғой. Көшті нәрсе келді ғой саған. Міне достар, мынандай капучино футболкасы келді Аялаға. Міне. Ұнады ма? Саған бердім ғой осыны. Сен жақсы көреді ғой деп. Кеттік, ал келесін аяққа қоя бер. Міне достар, аяққа қоя береміз. Біздің қайшымыз тұр аяқта. Келесі? Иә. Ал кеттік, келесін аша. Қызық болып тұрма саған? Күшті заттар келген сияқты бұл жолы. Так, мынау да Аялаға сияқты. Мен андай күшті нәрсе бергенмін ғой мен. Қазір достар аяғында киіп көрсететін боламыз, я? Міне мынандай футболкасы мен, еще мынандай шалбары бар бұның. Пижама ғой? Жоқ, пижама емес. Бір размер үлкен қып берген ғой. Негізі Аяла 5-те 6 жасқа бергенмін, навырыс. Қазір киіп көреміз қалай болатын, я? Ал кеттік, ал келесі. Достар, бізде әлін аяқта 1 пакет, 2 пакет бар. Таймудың бір жақсы жер бәрін жинап жібереді заттың бәрін. Мынау Батырға. Я. Міне Батыр. Қазір сенкінде киіп көрсетеміз. Ал тағы не шығады екен, мә? Біраз нәрсе бар ғой ішінде. Мамаға. Мамаға ма? Қане ашшы. Ар жағында ашатын тұр. Сен жақта тұр, Аяла. Опа, ана жігіт құлап жатыр мына жақта. Тәтесінің диванда өзі күшті жатып алады, Ол тұрамай жатсың ба, Батыр? Қопа. Қоп. Бұл жігіт отырғыз қойық. Мә, Батыр, қазір саған кигізіп көрсетеміз. Міне достар, осыны күтіп міне. Аялағына да күшті спортивка келді. Нағыра Аяла ұнап жатыр ма? Нағыра күшті. Аяғында нелері бар, гүлдері бар. Міне аяқта шалбар бар. Қане? Әдемі кепті мынау достар. Качествосы да еще әдемі келген сияқты неке. Мына жақта не қойшы? Мұндай ақшыл болатын болса, мұнаныкі качествосы кәдімгі. Матасымен өзі әдемі болып кетті. Мына пакет толған Аяла болып тұр ғой. Аяланкі. Мынау да тошы саған. Не көрсетші? Міне мынандай двойка келді. Жүрек. Осындай қаладың ғой сен өткенде, я? Осындай ұнап бет саған өткенде. Өткенде магазинге барғанда осындай көрген. Бірақ оның... Пижама бар ғой менде. Пижама емес қой. Бұның бәрі садикке киесін, ертең қонаққа киесін. Қайсы андағы не? Мынау не ғой? Мынау бізде туалетке алдым ойды мұнан. Туалетке сақ қоясын, ерейді деп. Андағы? Мынау менің как раз размер не қылатыным. Өлшейтін метр ғой мынандай. Мен затым көп яқта тоже қызым. Ал андағын аш енді. Саған келген заттар ұнап жатыр ма? Қазір киіп көрсетесің ба? Міне. Мынандай нәрсе келді Аялаға.
Мынау бізде көйлек шалбармен ба? Міне, көйлек шалбармен. Қазір қыстың күні болса да садикке андай ыстық не киім кигізе алмайсың, сол себепті осындай кішкене жеңіл кигенге жүргеніне киімдер бергенмін. О, мен мынандай нәрсе кетті тағы да. Андағы мынау, достар, мынау жаңа әйнек тазалайтын, бізде как всегда үйде әйнекпен проблема. Ананы көренді. Сондықтан осындай зат бердім. Мынаның ішіне жаңа жидкосін құйып, айнаны, терезені тазалауға болады екен. Көреміз бұны. Сосын айтам қалай болған. Жемпір. Мынандай жемпір без рукавка келді. Сыртынан кие салады, я? Не болды, Батыр? Как раз аялаған андайын бердім. Батырға мынандай қоңырын бердім. Қане аяла, енді ана жемпірін киіп көрші. Сосын қалғандарын киіп көрсетеміз, я? Батырға да киіп көрсетейік. Не? Достар, мінеки мынандай без рукавка. Мен бұрындары ровно размерімен алатын, қазір бір размерге үлкен қылып алатын болдым. Альхамдулилля. Мінеки Батырдікі. Тоже на вырос. Не качествосының бәрі әдемі. Қане аяла сенкі? Аяланкі де тоже утепленный еще. Осындай әдемі жекет. Қалай қызым? Пелетовый. Пелетовый ма? Розовый де. Розовый. Ал кеттік ары қарай енді распаковкамыз жасайтын боламыз. Ал ендеше достар, келесін ашатын боламыз. Бұл енді менің заттарымға аяла. Анда, тоқта енді бұны. Бұны аккуратно не қылайық. Наяғын ғана кес, ары қарай тартып жыртасылайық. Абайла. Ал тарт. О, біз осылай жыртамыз. Болды ма? Мына жерде енді точно менің заттарым мынау. Майысқамасын Айкүл. Ал достар. Мен мынандай лекала бергенмін. Біріңіз білесіз, біріңіз білмейсіздер. Мен негізі жалпы видео отырған кезде тігем. Менкі ғой. Мынау со киімнің размері лекала. Мынау тоже мынаның ішінде қайшы нелерім бар. Мынау жіп өткізетін. Бұның бәрі менікі. Менікі достар. Өйткені бізде жетпей қалады бұндай нәрсе. Менің жұмысыма қажетті заттарынан бәрі түгелгеген. Ал енді біреу қалды наяқта. Батыр, не болды саған? Қыз болмай жатыр ма? Оғо, қас. Соскасын беріңдерші ішіне баланы. Айкүн, әкеп бере салшы соскасын. Көчі. Так. Қазір Батыр тоқта деді ғой тәтең. Кел. Хоппа, достар, енді келесісін көрейік. Мінеки. Мынаның ішінде енді мен мынандай нәрсе. Мынау Батырдікі жаңағы тамақ ішкен кезде мындай қылып алдық қой, сөйтсе мынау, в общем, екі қолына кигізесің да былай жабыстыра салады екенсің. Өте ыңғайлы зат. Және де мынау мамасына. Мындай қыстық. Енді бұл жерде бізде шапкалар. Семейный. О, мынандай әйбәт шапка кетті. Анда кімге де ойлайсың, Аяла? Маған ба? Маған ба? Аш. Кәне кеттік. Оны да әдемі шапка киген ғой. Қыстың күні басымыз жаурамасын деп бүкіл шапкалардың бәрін бердік. Мынақта. Хопа. Мінеки, достар. Не бізді? Мынандай шапка. Кеш кәне. Бұл саған. Керсімшеги. Андағы арты. Аха, солай. Қане қараш. О, мына Аяланың шапкасы. Қандай әдемі болды ғой, Аяла. Қане қараш маған. Көшті болды шапка. Ұнап тұр ма? Айнаға көресің я қалай екен. Ал кеттік келес. О, бұл жерде Аяланың киімі деген көп келді. Міне, мына нағыз. Қане? Тоқта. Ашпай қой қазір, артынан аша саласың мені. Ой, адам. Не, достар, бізде Аялада енді балапан шаш көп қой. Сондықтан осындай нәрселер бердік. Шашына тақ қойғанға. Мындай сонда балапан шаштарын жинап тұрады. Бұны да алды да көретін боламыз, е. Мынау не болды екен? Екеу ғой.
Мынау не ғой? Не тазалағанға ғой, раквина анау мынау тазалағанға. Бұл да тоже маған. Кеттік па келесі? Иә, ол үшеу бірде ғой. Бір неде упаковкада үшеу. Сен шашыңа тағатын боламыз ондағын бәрін. Ау. Кеттік аяла, келесін аш енді. Так, аның бәрі шапка болу керек ішінде. О, мынау бізде әкесіне берген шапкамыз ғой. Қане аш. Батыр өзінің затын алып ап. Мәз бұл отыр бұл кісі. Ауза сасқан сабап. Батырға екеу зат келді. Батыр енді кішкентай болғаннан кейін бұған әлі көп бермедік. Осы қыз садикке баратын болғаннан осы қызға бердік. Сосын қалғанымызға бас киім. Әкемізге қолғап достар. Және де мынау шапкасымен міне мойнына тағатыны. Качествосын көріп жіберейік. Жақсы, тоже қыстығынге кигенге мінеке. Ау, жоқ очки маған ғой. Маған очки. Міне, әкеміздікі қолғабымен андай набор қып бердік. Әкел киіп көрейін. Қандай болады екен көріп жіберейін менде. Қазір достар мені киіп көрсетем. Ал достар, осындай очки бергенмін. Формасы негізі необычный өзіме. Қапқада. Жараса ма? Иә. Осындай қызығып жүрем. Бірақ формасы кішкене дәурек сияқты. Енді сосын киіп көре жатам тағы да. Тәтелеріңде де осындай очки бар ма? Мынау да достар біздің әкемізге. Міне қыстық. Бұл енді отдельно шапка. Қайсы андағы не болды екен? Аш көрейік. Батырға ма? Не болды екен? Дұрыс. Бұл да батырға. Достар, батыр бізде енді Алла қаласа еңбек дейтін болады. Сол себепті мынаны басына кигізетін ғой. Бұлай. Басына кигіз қоямыз, сол кезде құламайды. Құламайды дегенде құлайды ғой, бірақ чтоб басы ауырмайтындай. Ура! Енді мынау маған. Кәне аш, мен шапкам келді. Әкел. Достар, мынау менің шапкам. Дочанан ашыш, болды ма, бітті ма? Оны қазір артынан ашамыз. Міне достар, мен шапкамға киіп көрсететін болам. Достар, мінеки, мен өзіме мынандай шапка бердім. Қыстық. Міне, мынандай мойнымен. Аяла, ликалан көрсетіп үлгеріп отырмын. Қалай жарасам екен, көре кетіңіздер. Өте жақсы, жылы. Далаға шыққан кезде көретін боламыз. Міне, әппақ. Ой, міне аяланың мияуы. Мындай прям әдемі болып тұр киген кезде. Ұнады ма? Күшті болып тұр өзіне. Прям әдемі жарасып тұр. Достар, мінеки, батырдың шапкасы. Оппа, мынандай болды. Бірінші пробаға кетіп атыр сразу, я? Құлап үлгеріп көріп атыр. В общем, қазір дамыған заман осындай болып атыр. Енді аяланың міне көйлегі. Юбкасы мен шалбарана. Аяқ жағың жөндеді че? Әдемі екен, я? Бір размер негізі 6 жасқа деп берген, мынан бәрі набырыз. Ровно келіп тұр. Әдемі екен. Құтты болсын қызым. Қазір кел. Ал достар, мен де кепкамды киіп алдым. Екеуінің құлағы жабылады. Өзіме 2 бас киім бергім. Ал қызым міне шапкасы. Енді биыл қысқа бәріміздің бас киіміміз бар, я? Жігіттің жатсын ау. Оның да бас киімі бар. Ал енді достар, осымен біздің распаковка сіздерге ұнады ма? Айта кетіңіздер, жаза кетіңіздер, я? Давайте, пока!